Сәлеметсіздер ме 10-шы сынып оқушылары? Бүгін біз алгебра пәнінен 4-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмаларын қарастырамыз. Бұл менде жалпы нұсқасы. Есептерімізді қарастырайық. Бірінші есеп: төмендегі шамалардың қайсысы дискретті болатынын анықтаңыз дейді. Ең алдымен кездейсоқ шаманың екі түрі болатынын білеміз. Ол бізде дискретті және үзіліссіз. Үзіліссіз дискретті шама дегеніміз, мысалы, белгілі бір интервалдар аумағында кез келген мәнді қабылдай алатын шаманы үзіліссіз кездейсоқ шама деп айтады. Мысалы, температураның өзгеруі, жауын-шашын мөлшері деген сияқты сондай бізде үзіліссіз дискретті кездейсоқ шама болады. Ал дискретті шама дегеніміз ол ешқандай да интервал аумағында болмайды. Ол тек қана бір нақты, яғни нүктелік санды қабылдайтын, бөлшектік сан болмайтын нақты санды айтады. Бұл жақта бізде қарап тұрсақ, аккумулятордың тығыздығы бізде бола алмайды. Жүгіру барысында адамның салмағы бізде әрдайым азайып кеміп отыруы мүмкін. Бұл жақта ойындағы ұпайлар саны дискретті кездейсоқ шама болады. Яғни С жауабын жауап береміз. Келесі, екінші сұрақ. Минус 11 плюс 11 интервалында анықталған y-тен f от x функциясының туындысы график түрінде берілген. Бізде функцияның өсу аралықтарын анықтаңыз дейді. Функцияның өсу аралықтары дегеніміз, яғни y осі бойынша 10 мәндерді қабылдап тұрған жерлер бізде функцияның өсу аралықтары болады. Мысалы, қарап тұрсақ, нарықта бізде минус 10, 9, 8, 7, 11, 10, 9, 8, 7, 6, минус 6, минус 5, минус 4, минус 3, минус 2 аралығында, яғни минус 6-дан минус 2-ге дейін өсіп тұр графигіміз. Бірігу дейміз, бізде графигіміз тағы да екі жерде өсіп тұр. Мынақта 0, 1, 1, 2, яғни 2, 3, 4, 5, 6, плюс 2-ден плюс 6-ға дейін тағы өсіп тұр. Бірігу 7, 8, 9, 10, 11, 9-дан 11-ге дейін, 9-дан 11-ге дейін тағы да графигіміз өсіп тұр екен. Яғни өсу аралықтарын осылай жауап береміз. Есеп: дискретті кездейсоқ шаманың математикалық күтімі mx-тен 2,5, y дискретті кездейсоқ шаманың математикалық күтімі my-тен 3. Бізде есептеуіміз керек m2x қосылған mx қосылған my. Бұны бұл жақта білеміз. Математикалық күтімнің қасиеті бойынша ішінде тұрған коэффициент оның алдына қарай түседі. Сонда 2m x деп жазсақ болады. Ал екі математикалық күтімнің қосындысын біз бөлек-бөлек жазсақ болады. Яғни mx қосылған my деп. Сонда mx бізде 2,5 болатын болса, 2 көбейтілген 2,5 қосылған mx бізде 2,5, y бізде 3. Сонда тен 2 көбейтілген 2,5 ол бізде 5 болады. 5-ке 2,5-ті қосып оған 3-ті қоссақ, 10,5 болады екен. Төртінші есеп: a тен f от x-тен 2x куб минус 5x квадрат минус 4x қосылған 2 функциясы берілген. Екінші ретті туындысын табыңыз дейді. Екінші ретті туындысын, яғни ең алдымен бірінші ретті туындысын табамыз, сосын барып екінші ретті туындысын табамыз. Бірінші ретті туындысы бізде айнымалының дәрежесі алдына коэффициент болып түседі да, дәрежесі 1-ге кеметін еді есімізде. Сонда 2 көбейтілген 3 ол бізде 6 болады. Дәрежесі 1-ге кемсе 6x квадрат минус. Мына жақта да дәл солай 2 алдына түседі 10x болады. Дәрежесі 1-ге кемейді 1 болады. Мына жақта x-ның коэффициенті алдына 1-ге түседі 1 болып, минус 4, дәрежесі 1-ге кемейді, 1-ден 1-ді азайтсақ 0. Ал кез келген өрнектің 0 дәрежесі ол 1-ге тең. 2-нің туындысы болмайды, 2-нің туындысы 0 болып кетеді. Енді екінші ретті туындысын табамыз. Дәл сол ереже 2 көбейтілген 6 12x болады, бір дәрежесі азайтылған 10. Мына жақта бізде 1-ге болып түседі. Сонда екінші ретті туындысы бізде 12x минус 10 екен. Енді функцияның ойыс дөңес аралықтарын анықтаңыз дейді.
ойыс дөңес аралықтарын анықтау үшін ең алдымен біз иілу нүктесін анықтаймыз. Иілу нүктесі дегеніміз осы екінші ретті туындысын нөлге теңестіріп, сол кездегі x-тің мәні бізде иілу нүктесі болады. Сонда 12x минус 10 тең 0 дейміз. Бұдан 12x-іміз тең 10-ға, бұдан x-іміз тең 10 бөлінген 12, немесе 10 мен 12 бізде екеуде 2-ге қысқарады. 10-ды 2-ге бөлсек 5, 12-ні 2-ге бөлсек 6. Сонда бізде иілу нүктесі, бұл иілу нүктесі 5 бөлінген 6-тан 5 екен. Енді ойыс дөңес аралықтарын анықтаймыз. Ең алдымен біз мындай координаталық түзу жүргізіп алайық және 5 бөлінген 6 деген санды жазып аламыз. Яғни 6-тан 5 ең таңбасын анықтаймыз. Осы 6-тан 5-ін сол жағынан кез келген бір санды мынау теңдеуге қоямыз. Мысалы 0-ды қоятын болсақ, 12 көбейтілген 0, 0, 0 минус 10 таңбасы минус. Енді осыны 10 жағындағы кез келген бір санды қояйық. 1-ді мысалы қоямыз. 12 көбейтілген 1. 12 азайтылған 10, ол плюс, яғни мына жақта плюс болады. Сонда біз былай айтамыз, егер бізде минус аралықтары болса, онда бізде бұл жақта функция кеміп тұр деген сөз. Кеміп тұрса, онда бізде бұл жақта дөңес аралығы болады. Сонда минус шексіздіктен 6-тан 5-ке дейін бізде дөңес деп жауап береміз. Дөңес, ал 6-тан 5-тен плюс шексіздікке дейін бізде ойыс аралығы деп жауап береміз. Келесі есеп. Төменде оқушының математикадан бақылау жұмысына берілген қателер саны x кездейсоқ шамасының ықтималдық үйлестірімдік кестесі түрінде берілген. Яғни бізде x дегеніміз кездейсоқ шама, ол алған сандар қателер саны, 0 қате, 1 қате, 2 қате, 3 қате, 4 қате жіберілген. Амна px деген бізде ықтималдық, 0 қатемен 0,141 ықтималдықпен жасайды, 1 қатемен 0,138, 2 қатемен 0,111, тағда солай сияқты берілген. Енді бізде бұл жақта p-ның мәнін табыңыз дейді. P-ның мәнін тапқанда бізде мынау 4p-дағы и p-дағы мәндерін анықтау керек. Біз білеміз, кез келген ықтималдықтардың барлығын бір-біріне қосқан кезде жауабы бірге тең болу керек. Яғни А жауабында былай жасаймыз. 0,141 қосылған 0,138 қосылған 0,111 қосылған 4p қосылған p тең болады бірге деп. Енді барлығын бір-біріне қосып, теңдеу сияқты жаза саламыз. Мынау үшеуін бір-біріне қоссақ 0,9 болады. 4p-ға 1p-ны қоссақ 5p болады. Сонда тең 1 азайтылған 0,9. 1-ден 0,9 азайтсақ 0,1 болады. 0,1. 0,1-ді 5-ке 0,102. Яғни бұл жақта p деп тұрғанымыз 0,102-ге тең екен. Деп тұрғанымыз 0,102-ге тең. Енді екінші сұрақ, қателер саны 2-ден аз болу ықтималдығын табыңыз. 2-ден аз болу, яғни 0 қате, яғни қате жібермейді, және 1 қате жіберу мүмкіндігіндегі ықтималдықтарды бір-біріне қосамыз. Сонда 0,141 қосылған 0,138, бұл болады 0,179. 0,179. Так. Келесі дискретті кездейсоқ шаманың математикалық күтімін есептеңіз дейді. Математикалық күтімін есептеген кезде біз формуласын білеміз. Математикалық күтім дегеніміз осы кездейсоқ шаманың оның ықтималдығына көбейтіндісі, яғни барлығын бір-біріне қосамыз. Яғни осындай қосынды түрінде болады. xi көбейтілген pi. Бұл жақта x дегеніміз кездейсоқ шама, p дегеніміз ықтималдық. Яғни тең деймізді 0 көбейтілген 0,141 қосылған 1 көбейтілген 0,138 қосылған 2 көбейтілген 0,111 қосылған 3 көбейтілген 4 көбейтілген 0,102 4 көбейтілген 0,102. Бізде p 0,102. 4-ке 0,124 қосылған
0,8. Енді барлығын бір-біріне қосып жіберейік. 0,92. Яғни бізде математикалық күтімі 0,192-ге тең екен. Келесі сұрақ, дисперсияны табыңыз дейді. Дисперсия дегеніміз бізде математикалық күтімнің кездейсоқ шамадан квадратының осы математикалық күтімнің квадратынан айырып тастағанға тең. Яғни mx-тің квадраты азайтылған mx-тің квадратына. mx деп тұрғанымыз бізде бұл математикалық күтім болады, оны квадраттауымыз керек. Ал mx квадрат дегеніміз біз мына жақтағы кездейсоқ шамаларды квадраттап аламыз да, оның ықтималдығына қайтадан көбейтеміз. Сонда 0-дің квадраты бізде 0, 1-дің квадраты 1, 2-ның квадраты 4, 3-тікі 9, 4-тікі 16. Осыны табайық енді. mx-тің квадратын табатын болсақ, 0 көбейтілген 141 қосылған 1 көбейтілген 138 қосылған 4 көбейтілген 111 қосылған 9 көбейтілген 4 көбейтілген 0,2 қосылған 16 көбейтілген 0,2. Мына жақта бізде 0 болады, қосылған 1-ге 0,138, 0,138, қосылған 4-ге 0,111, 0,44 қосылымыз. Ол 0,172, қоссамыз 0,32. Осының барлығын бір-біріне қосып жібереміз енді. 1,186. Енді дисперсияны анықта десе, dx-ті анықта десе, біз осы математикалық күтімнің оның кездейсоқ шамадан квадратын, яғни 1,86-дан азайтамыз. Бағана тапқан математикалық күтімнің квадратын 0,192-нің квадратынан азайтып тастаймыз. Күннің квадраты бізде 0,84 болады. 1,86-дан азайтсақ 0,84-ті. Ол бізде 0,993. Енді келесі сұрақ стандартты ауытқуды табыңыз дейді. Стандартты ауытқу бізде сигма әрпімен белгіленеді, және ол осы дисперсиядан шыққан санды түбір астынан шығарамыз, яғни dx түбір астында. Ол бізде 0,993 болды. Осыны түбір астынан шығаратын болсақ, ол бізде 0,996-ға тең екен. Есептің жауабы осылай болады. Келесі соңғы 4-ші есеп. Тіктөртбұрышын алаңының периметрі 64-ге тең, тіктөртбұрышын ауданы максималды болатындай етіп, оның ұзындығын табыңыз дейді. Ең алдымен біз тіктөртбұрышын ауданын периметрін есімізге түсіреміз. Периметрі бізде екі қабырғасын бір-біріне қосып, 2-ге көбейткендегі бізде периметрі еді. Ал ауданы максималды болатын, яғни S-ті біз A-ны B-ға көбейтеміз. Бұл жақтан бізде периметрі 64-ке тең болатын болса, яғни 64 тең 2 А қосылған Б болады. Бұл жақтан А қосылған Б-ны анықтасақ, 2-ні теңдеудің мына жағына бөлу ретінде жібереміз. 64-ті 2-ге бөлсек, яғни 32. Сонда А-ның Б-ға қосындысы бізде 32 болады. Ал бізде А мен Б-ның көбейтіндісі максималды болу керек. Ол үшін біз осы А мен Б-ның көбейтіндісінен туынды алуымыз керек. Ол үшін не істейміз? А-ның орнына мына жақтағы А-ны біз Б арқылы өрнектеп жазатын болсақ, 32 азайтылған Б деп, және де осы алған өрнегімізді мына жақтағы А-ның орнына қоямыз. Сонда 32 минус Б көбейтілген Б болады. Бұл бізде S А-дан тең. Сонда ол бізде 32 Б азайтылған Б-ның квадраты. Енді осыдан туынды аламыз. Ол сонда бізде 32 азайтылған 2 Б-ға тең. Енді осылай тауып алғаннан кейін бұл бізде туындысы болды. Туындысын тапқаннан кейін осыны біз 0-ге теңестіреміз. Сонда 32 минус 2 Б тең 0 дейміз. Бұдан минус 2 Б тең болады минус 32-ге. Сонда Б-мыз тең болады 16-ға. Сонда бізде Б бір қабырғасы 16-ға тең болу керек. Бір қабырғасы 16-ға тең болу керек. Сонда екінші қабырғасы да А-да бізде 16-ға тең болу керек. Бізде сонда осы алаңның ені
ұзындығы 16-ға, ал ені 16-ға тең болу керек. Осылай есебімізді шығарамыз. Осымен оқушылар біз ТЖБ есептерін талдадық. Бұл менде 10-шы сыныптың 90-дық жиынтық бақылаулары еді, 4-90-ға арналған. Істеріңізге сәттілік, сау болыңыздар.